Брокколи деген атауды естігенде не елестейді? Диета? Дәмсіз көкөніс? Әлде нағыз супер тағам? Бұл видеода брокколидің терең тарихынан бастап, заманауи ғылым дәлелдеген әсерлеріне дейін талдаймыз. Ал сен дайынсың ба? Ендеше, кеттік. Бүгінгі зерттеу жолымыз тарихымен шыққан тегі, құрамы мен биохимиялық құрылымы, дәрігерлер мен ғалымдардың не дейтіндігі, брокколи туралы мифтер мен қате фактілер, ғылыми зерттеулер, тамақ дайындаудағы рөлі, болашағы, яғни агропрактика мен генетикада қолданылуы жайлы айтатын боламыз. Ал сен білесің бе? Брокколи Brassica oleracea түрінің бір нұсқасы. Капуста тұқымдас. Ежелгі Римде біздің заманымызға дейінгі 6 ғасырда шыққан. Еуропада мәдени өсімдік ретінде алғаш Италияда кең тараған. Брокколи сөзі итальян тілінен шыққан. Бүршіктер деген мағынаны білдіреді. Франция мен Англия арқылы бүкіл Европаға, кейін ақш-қа тарады. 1920 жылдары Калифорнияда өндіріс дамыды. Қазақстанда соңғы 15-20 жылда ғана танымал бола бастады. Бастапқыда супермаркеттерде ғана табылса, бүгінде фермерлер өздері өсіреді. Сенесіз бе? Құрамында негізгі химиялық заттар бар. Мысалға, витаминдер С, К, А, Б тобы, минералдар кальций, калий, темір, магний, талшықтар мен антиоксиданттар, глюкозиналаттар мен сульфорафан, яғни рак жасушаларына қарсы ықтимал әсер ететін химиялық белсенділер. Сульфорафан дегеніміз Гарвард университетінің Джон Хопкинс деген ғалымы жүргізген зерттеулерге сәйкес, сульфорафан өте күшті антиоксидант болып табылады. Ол бауыр ферменттерін белсендіріп, канцерогендерді залалсыздандыруға көмектеседі. Брокколидің түстері мен түрлері бар. Жасыл брокколи стандартты болып жүреді. Күлгін брокколи антоциан пигменті өте көп. Антоциан күлгін көк түс береді. Қытай брокколи романеско фрактал тәрізді құрылымы бар. Ғылыми зерттеулер не дейді? Бірінші онкология саласына тоқталайық, яғни қатерлі ісік. 2012 жылғы ақш-тағы зерттеулер брокколи тұтынатын адамдарда өкпе, тоқ ішек, асқазан рагының қаупі төмен деген тұжырым ұсынады. Сульфорафан простата мен сүт безі қатерлі ісігіне қарсы қолданылады. Бұл клиникалық зерттеулерде әлі де ізденіс үстіндегі ақпарат. Жүрек қан тамыр жүйесіне әсер етеді. Яғни брокколи құрамындағы клетчатка мен антиоксиданттар холестерин деңгейін төмендетуге ықпал етеді. Қан тамырларын кеңейтетін әсері де бар. Сонымен қатар миды қорғайды. Сульфорафан мен К витамині нейропротектор ретінде әрекет етеді. Альцгеймер мен Паркинсон ауруларына қарсы алдын алу үшін зерттеліп жатыр. Иммунитет пен қабынуға қарсы әсер етеді. Цитокиндер өндірісіне әсер етіп, ағзаның қабыну реакцияларын азайтады. Қысқы маусымда иммун жүйесін белсенді етеді. Мифтер мен қате түсініктерге тоқталайық. Брокколи тек диета үшін деген пікір нақты емес. Ол барлық жастағы адамдарға пайдалы. Пісірсе барлық дәрумен жойылады деген пікір ішінара дұрыс. Бірақ бұға пісіру, яғни steam cooking кезінде пайдалы заттар 80%-ға дейін сақталады. Жүкті әйелдерге болмайды. Керісінше, брокколи фолий қышқылына бай. Ол ұрықтың дамуы үшін маңызды. Біз оны тамақтану барысында қолданамыз. Бұға пісіру, қуыру, пеште пісіру, смузиге қосу, сорпаға қосу, тағы да басқа. Ересек адам күніне 80-100 грамм брокколи жеткілікті. Жегені пайдалы. Спортшылар мен диетологтар қолданылады. Бұлшық ет тінінің, яғни ұлпасының қалпына келуін тездетеді.
тазартатын диеталардың негізі болып табылады. Ағзадағы артықшылықтарды шығарады. Балалар тағамында қолданылады. 7-8 айлық балаға езіліп беруіне болады. Аллергия туғызу ықтималдылығы өте төмен. Қысқа мерзімде өседі. Ашық жер мен жылыжайға бейімделген. Гендік инженерия арқылы тұрақтылық қасиетін күшейтіліп жатыр. Вертикалды фермерлік жолмен, яғни брокколи индор фарминг жүйесіне өте қолайлы көкөніс болып табылады. Қазақстанда өсіру мүмкіндігі жоғары. Алматы, Жетісу, Түркістан облыстарында климаттық жағдай жақсы. Базардағы сұраныс күн сайын артуда. Демек, өсіру мүмкіндігі жоғары. Керемет бір бизнес идея. Енді бүгін біз не үйрендік? Брокколи ол жай ғана көкөніс емес. Ол денсаулық қазынасы. Ғылыми тұрғыдан дәлелденген әсері бар. Соңғы қызықты факт: НАСА астронавтарға арналған тағам ретінде брокколиді арнайы өсіруді қарастырған. Себебі ол аз көлемде көп пайдалы зат береді. Ал сіз соңғы рет брокколиді қашан жедіңіз? Қазір барып пайдалы кешкі ас дайындасаңыз, қалай қарайсыз? Егер дайындап жатсаңыз, тақырып ұнаған болса, ақпараттар пайдалы болса, комментарийге жазып кетіңіз.